Баршаңызға сәлем. Бүгін біз чебуреки дайындайтын боламыз. Бізге керегі ұн, су және де тұз. Суымыз ыстық болу керек, оған тұз қосамыз. Одан соң ұнымызға салып отырып, жақсылап қамыр елейміз. Қамырымыз еледік. Енді бізге фарш керек, сарымсақ және де тұз бұрыш. Сақтап 4-3 формада турап аламыз сарымсағымызды. Сарымсағымызды салдық. Енді дәміне қарай тұзымызды және бұрышымызды саламыз. Және де айта кетерлік, яғни фарштарыңыз кішкене сочный лауыз болып тұрсын десеңіздер, 30 мг-дай су құйып жіберсеңіздер болады. Сонда етіміз, фаршымыз бір-біріне жабысып тұрмайды. Фаршымыз дайын. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп жаямыз. Бұл чебурекидің өте оңай рецептісі. Әртүрлі рецепттермен бас ауыртып жатпайсыздар. Өте оңай, үйдегі бар заттар. Жайып алдық. Енді начинкамызды саламыз. Үстіп барлығын жайып, начинкасын салып шығамыз. Одан соң түйеміз. Шет-шетін вилкамен алып басамыз. Мен үсті ылғида осындай қылдырып жасаймын. Жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Тестасы енді өте жұмсақ болып шығады. Одан соң қысып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Қызартып. Үстіп барлығын пісіресіздер. Жасап көріңіздер. Өте күшті. Тестасы өте жұмсақ болып шығады. Мінекей менікі дайын болғаны. Көргендеріңізге рахмет.